Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында күріш жасаймыз. Ол үшін бізге 2 дана пияз, 2-3 дана сәбіз, шамалы ет және шамалы құйрық май қажет болады. Осылай майды қызартып, құйрық майды жақсылап қызартып қуырып алдым. Ол құйрық май осы күрішке біздің жақсы дәм береді. Құйрық жақсы қызарған соң осылай етті үстіне салдым. Кішкене етті қызартқып қуырған соң осылай күріш салдым. Сәбіз салдым. Сәбізді осылай 2-3 дана қолданасыздар. Соломка етіп турап. Сәбізде көлемі кішірейіп жақсы қуырылған соң бетіне пияз септім. Пиязды салдым. Пиязды жақсы қызартып қуырған соң үстіне су құясыздар. Енді ол 2 пиала күріш салсаңыздар, 4 пиала су құясыздар. Сондай көлемін өзгертіп отырасыздар күрішке байланысты. Күрішті жуып дайындап қойдым алдын ала, суға жібіп дайын тұрған күрішті осылай салып, бетіне су құйып, суы тартылған соң осылай әр шетін ашып кішкене біркелкі етіп, осылай қатты суы тартылмады. Енді қатты тартылмаса да, салфанды бетіне жауып қойсаңыздар, жақсылап буымен жақсылап піседі. Шамалы жарты сағаттан кейін салфанды ашып, күрішіміз дайын болды. Осылай үй жағдайында күріш жасадық. Жасап көріңіздер, міне өте шашыраңқы жақсы пісті, буланып. Құйрық май негізі өте ерекше дәм береді. Құйрық маймен жасасаңыздар, вообще дәмі күшті болады. Осылай шашырап жақсы пісті. Маған тіркеліп кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Жақындарыңызға ұсыныңыздар, осылай пісіріп. Ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Менің каналымда басқа да рецепттер бар. Ашып қарасаңыздар болады.